Бүгін 15-і мамыр айының 15-ші жұлдызы. Таңымды осылай бастадым. Жуынып, өзімді ретке келтіріп, негізі мен видеомнан қарағанда тез сөйлеп кетемін. Видеом менен кейін асықпай жүріп отырады. Мына жерде раутлаптың пенкасымен бетімді тазалап тұрып жуып, бүгінгі күнге деген жоспарымды ойша ойластырып жатырмын. Қазір не істеймін деген сияқты. Негізі таңғы уақытта өзіңе уақытты арнаған сондай керемет бар ғой, айтып жеткізе алмаймын. Өзіңмен өзің тыныштықта боласың. Кітабыңды оқисың ба, жаттығу жасайсың ба, медитация, йога, жоқ музыканы қосып қойып билейсің ба. Таңғы уақыттың берекесі сондай мол. Мына жерде мен маска жасап бетіме, өзіме көңіл бөліп жатырмын. Бетіме негізі прыщиктар шығып кетті, білмеймін неден екен. Тәтті көп жемеген сияқты едім, сонда да прыщиктар шығып кеткен. Қатты білмейтін шығар видеодан негізі. Маскамды жасап, күнделікті кітабымды оқып, өзіме осылай уақыт арнаған сайын энергиям көбейе түседі. Энергия көбейген сайын осы бүкіл бір күнімде ешкімге ашуланбай, өзіме көңілім толып, бала-шағама да дұрыс уақыт бөліп, бәрін орын-орнымен жасай аламын. Яғни ерте тұрсам, жолдасымнан, балаларымнан ерте тұрсам, өзіме уақытымды арнаймын. Бірінші, екінші, үйдің жұмыстарын да ертерек жасай аламын. Сөйтіп уақытымды экономдаймын. Маған ұнайды ерте тұрған. Және де құстардың, жыршы құстардың сондай керемет тамылжыда ән салғаны, далада тыныштықтың болғаны, ертеңгісін таңғы самалдың есіп тұрғаны маған кішкентай кезімнен ұнайды. Өйткені біз жазғы демалысымызда ылғи апамыздың үйіне баратынбыз, нағашы апамның үйіне. Сол кезде көңіл болса кетті ғой дейді. Көңілім шынымен босап кетті. Апам бізді ерте оятатын. Сол уақыт маған қатты ұнайтын. Басында түсінбейтін, неге бізді ерте оятады. Өйткені жазғы каникул ғой, біз демалуымыз керек деген сияқты ойлайтынмын ғой кішкентай кезімде. Бірақ ерте тұрсаң, жұмысың да ерте бітеді, уақыттың ұзақ екендігі сезіледі. Қазір мысалы біз кейбір уақытта 10-да тұрамыз, 9-да тұрамыз да, маған уақыт қысқа сияқты сезіледі. Ал негізінде мен сондай жылауқым бар ғой. Уақыт негізінде көп екені сезіледі. Апам үйрететін ғой, ерте тұрсаң жұмыстарын ерте бітеді деп. Біз таңғы прям 5:30-6-да тұратынбыз. Ертеңгісін тұрып, ауылдың вайбы деген ерекше ғой енді. Ол жақ тап-таза ауа. Ертеңгісін тұрасың, есік алдын сыпырасың, беті қолын жуғаннан кейін самаурынға чай қоясың. Үлкен дастархан жасайсың. Соның бәрі ерекше ма? Негізі тым жылайын деген ой болмаған. Жай ғана есіме түсіп көңілім босап кетті. Есейген сайын сол кездерді сағынады екенсің. Кешірім өтінемін барлықтарыңыздан, көріп отырсаңыздар. Айтайын дегенім, сол таңғы уақыттың өзінің берекесі болады екен. Түсінгенім, сол уақыт өте келіп, апам бізді жай нәрсеге үйретпепті ғой деп. Өз уақытыңды үнемде прям дұрыс жұмсауды үйреткен екен ғой бізге кішкентай кезімізден бастап. Мысалға біз түскі демей ақ қойын, 9-ға дейін барлық жұмыстарымызды бітіріп қоятынбыз. Одан кейін бос уақытымыз болатын.
ол уақытта ойнайтынбыз кішкентай кезіміз ғой, мектеп кездегі. Басқа да жұмыстарымызды айналысатынбыз. Мысалы ертеңгісін тұрып қорадағы малдарды батаға шығаратынбыз. Және де көршілерге сүт апарып беретінбіз, сүт сұраған көршілерге. Бір жылап алдым ғой. Айтамын да, мен қазір түсіріп тұрған видеом басқаша, мен өзім айтып жатқан тақырыбым тіпті басқаша. Сол есейген сайын сол бұрынғы сәттерді бағалап сағынат кезінде өкінбеймін. Мен қуанамын, керісінше осындай сәттерді берген Аллаға шүкіршілік айтамын. Осындай бір сәт болса, алдағы уақытта да ауылға барып қайтар едім. Әрине қазір ол жақта ешкім тұрмайды, бірақ та еске түсіріп сол уақытты, сол кездерді. Мен жылаңғымын. Мына жерде прыщикпен алысып отырмын өзімше. Сол негізі ойлаймыз ғой, біз өзімізге, әр адам өзіне уақыт бөлмейді екен. Әрбір адамға өзіне бір жеке бір өзіңе, яғни мен өзіме бөлетін уақытым болу керек екен. Сол уақытты өзіме арнап, өзіме ұнайтын жұмысқа жұмсасам, мен энергиям тоғады екен. Соған көзім әбден жетті, жасым 28-ге келген кезде. Мұны тыңдап отырған адамның не жас деп күлетін шығар, немесе даусым қазір дұрыс шықпай тұрған шығар алыстан. Сол айтайын дегенім, уақыттарыңызды бағалаңыздар, басқа біреудің өмірін қарап, инстаграмда бекер өткізбеңіздер. Менің бірақ ютубқа да бір познавательный видео контент емес, маған видео түсірген ұнайды, сол үшін өстіп видеоға түсіріп өзімше салып қоямын. Қазіргі таңда біз Шымкент қаласында тұрып жатырмыз. 2 ұлдың анасы мен әкесіміз, толыққанды отбасымыз, Аллаға шүкір, Аллаға мың да бір шүкір. Енді ұлдарымызды ақырындап садикке жинастырып, документтерін жинап жатырмыз қазіргі таңда. Вообще темадан ауытқып кеттім ғой бүгін, көңілім босап кетті. Ренжімеңіздер. Сол декреттегі анамын. ютубтың курсын алған болатынмын 2-3 ай бұрын, бірақ әлі толыққанды жүргізіп үйренбедім ютубты. Дұрыс контент ниша таппағаннан болар. Бірақ осындай өзімдікі сияқты сынды видео көрген ұнайды маған. Көбінесе японка дейма, кореянка қыздардың осындай видеоларын қарап отырамын. Бос уақыт болған кезде әрине. Ой, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, сіздердің қолдарыңыздан барлығы келеді. Өкінішке, стресске бой алдырмаңыздар. Оның бәрі сіздердің денсаулықтарыңызға зиян болады. Бұл өмір бір рет беріледі бізге, және де Алла тағала өзі айтқан емес па, бұл өмірден бақыттың кілтін іздемеңдер деп. Әрине біз бақыттымыз, отбасымыз бар, денсаулығымыз бар, көзіміз көреді, 12 мүшеміз сау, бірақ та бір іздеп кетеміз ғой, бір ақшаңды түбіне түсіп, өмірді ұмытып, міне бақытты болам деп. Сол үшін қазіргі сәтпен өмір сүріп, қазіргі сәтпен болғанда енді живи сейчас и здесь дейді ғой, сол уақытпен өмір сүре берген дұрыс деп ойлаймын өзімше. Мынау мен кеше жолдасым Пиндоудан келген посылкамды әкеліп берген болатын. Соған кішігірім распаковка жасаған болатын. Мына жерде заколка және де наушник заказ берген болатын. Екеуінің салмағы 366 теңге шықты. 101 теңгеге айналды. 180 теңге ма сондай айналды. Көңілімнен шықты екеуінде. Шашыма заколкамды сразу тағып алдым. Түсті әдемі. Екіншісі наушник. Сол айтайын дегенім. Қазір тыңдап отырып, қол кетті деп айтпаңыздар. Сіз бақытты болуға лайықсыз. Соны ұмытпаңыз. Кеше қосып көрдік наушникті. Жақсы жұмыс жасайды екен. Ал жарайды, бүгінгі күніңізге сәттілік. Сіздерге сәттілік тіледім. Мен өзімнің барып жұмыстарымды бітірейін, балаларымды ұйқысынан оятып, таңғы астарын беріп, бүгінгі күнге жаңа күшпен кірісейік. Давайте.